Бәріңізге сәлем, сіздермен Күйінсая. Кеше менің анамның туған күні болған болатын. Менің анамның туған күнін қалай өткізгенімізді көргіңіз келсе, онда ары қарай жалғастырып, Instagram парақшама тіркеле кетіңіздер, себебі мен YouTube'ға қарағанда сонда жиірек боламын. Ссылкасы описаниеде болады. Анамызға Наполеон торт сатып алдық, және фруктілер сатып алдық. Енді мен қазір пицца пісіріп жатырмын, және де самса пісіретін боламын. Менің самсаларым дайын, өте дәмді болып шықты. Алдында анам үйге көптеген продуктілер, яғни тамақтар, торттар, печеньелер, конфеттер көп алып келген болатын. Соларды кішкене түсіріп үлгердім десем де болады. Өйткені қарбалас болып жатты, барлығын дайындау керек болды, дастархан жасау керек болды. Сонымен қатар қой сою керек болды. Яғни мен соймаймын, әрине қой сойды, оны тазалады, барлығын өздері істеді. Оны адамдар, ағалар, тәтелер, жеңешелер. Айта кетсек, қойды біз негізі құрбандыққа шалған болатынбыз. Яғни анам 49 жас, мүшел жасқа келген болатын. 49-ға мүшелге келгеннен кейін біз үлкен құда жол жасай алмадық, өйткені карантин болғандықтан аз ғана өзіміз кішкене туысқандармен ғана отырыс жасадық, және де қой сойып, құран бағыштап, және де жетімдерге, жоқ адамдарға, яғни жағдайы нашар адамдарға біз ол етті таратқан болатынбыз. Және де ең қызық болғаны, мен бұны видеоға түсіріп үлгермедім. Мен қойға су берген болатынбыз, яғни біз барлығымен беріп қойдық. Бақырашпен де бердік, тұстағаншамен де бердік, легенмен де бердік, бірақ ол қой су ішкен жоқ. Ақыры шелекпен құйдық, ол бәрібір ішкен жоқ. Одан сайын ашуланып бізге сөйтіп, біз оны видеоға түсірейін деп жатқан кезде, папа ұрыста не істеп жатсыңдар деп, мен түсіре алмай қалдым. Осы жағдайдан кейін мен үйге келген болатынмын. Үйге келгеннен кейін міндетті түрде мені жұмсады. Яғни маған самса, пиццаларды бір ыдысқа сал деді. Яғни анам еще пирожки пісірген болатын. Сол пирожкиді, самсаны, пиццаны бір ыдысқа сал деді. Мен оны салдым. Және де ең қызығы, маған өмірімде бірінші рет торт тұруға рұқсат берді. Өйткені мен үнемі фальшивый етіп қоя беретін, яғни бүлдіріп тастай беретін едім. Сол үшін мен негізінен тортқа жоламайтынмын, алайда маған торт кесуге рұқсат берді. Мен кестім. Пирожный, сметанник пен Наполеонды осында салатын боламын. Бірінші салфетка салатын боламын. Екі жерге аз болатын шығар деп үшінші ыдысты алып келдім. Қазір оны салфетка салатын боламын, және де осылай торттарды сала беретін боламын. Міне мен торттарды салып болдым. Бірақ артынан мама маған, что мен үлкен кусокқа кесіп қойғанмын ғой, андай төртбұрышты қылып, төртбұрышлеп кесіп, кішкентай деп айтқан болатын. Кішкентай деп ойладым, бірақ үлкен қылып кесіп қойған болатынмын. Сол үшін мама барып қайта оны дұрыстау керек болды. Бірақ мен турадым. Енді өзім пісірген самсамды, пиццамды, мама пирожки пісірді, соларды осылай салатын боламын. Және қазір пицца турап саламын. Осылай фруктыларды салып қойды, менің сестренкам селек жасалды, осылардың барлығын жуып. Мен торттарды пісірдім, турап салдым, сосын пісірген болатынмын. Мен ол әрине
Мен кеше салат жасаймын деп дайындалып қойған болатынмын. Барлық заттардың барлығын дайындап, әрине де керешкиді ұмытып кеттім. Якобы ең маңызды салатқа қосатын элементтердің бірі ол керешки болатын. Мен керешкиді ұмытып кеттім. Содан кейін үйде менің сестренкаларым болды, яғни сіңілдерімнің болғанына өте қуанышты болдым. Өйткені олар екі қайтара магазинге барып келді. Бірінші барған кезде екі керешкиге жұмсаған болатынмын, жетеді деп. Ол екі керешки әрине де аса жетпей қалды, бірақ негізінен барлығына жетті, бірақ аз секілді көрінді. Сосын тағы керешки керек болды, тағы біреу керешки артық керек болғаннан кейін мен сіңілдерімді магазинге қайта жіберген болатынмын. Олар 3-4 магазинге барып табылмады, өйткені карантиннің уақытысында магазиндерді ерте жауып кетеді. Сол үшін ол 3-4 жердегі магазинге барғанда үшеуі де жабық болған болатын. Сол үшін екі керешкиді жеткізу керек болды. Сол арада қонақтар келе бастады. Сол қонақтар келгеннен кейін біз барлығын дайындап, уже дастарханның барлығын жасап қойдық. Самаурынға шай қайнатып қойып, барлығын жасадық. Сол арада мен нандура үлгердім, барлығын жасадым, тасыдық, көрпелерді жайдық, және де далаға жасадық. Тапчанға далаға жасаған болатынбыз, өйткені үйде ысып кетті үй, ал кондиционерді қосуға болатын еді. Біз қосамыз деп ойлаған болатынбыз баста, алайда дала салқын болғандықтан далаға шиек дала жақсы болып тұр деп тапчанға барлығы көшті. Қайтадан барлық жасап қойған дастарханды алып біз жинастырдық, көрпелерді алып тапчанға жайдық. Столда тапчанға апарып, дастарханды жайып, қайтадан барлығын апарып қойдық. Мен жүрген жер үнемі солай, так что нормально. Содан кейін мен сол арада барлығын жасап болғаннан кейін дастарханға отырып жатырып, енді дастарханға отырып жатқан кезде әкешім екеуміз тортқа заказ беріп қойған болатынбыз. Әкем тортқа барып келді, яғни тортты алып келді. Біз оны мамадан тығып, мама аяққа барғанын аңдып жүріп, яғни анам аяққа барғанын аңдыдық. Мама далаға шығып кеткеннен кейін екінші есіктен үйге былай айналып кіріп, тортты терезеден алып, сөйтіп осы бөлмеге қойдық. Және де екінші ең қиын болғаны, мен анама сладкий букет заказ берген болатынмын. Яғни тәтті букет, ішінде шоколадтары бар букет. Және де осы букетті мен заказ берген болатынмын. Сол арада мен жарты сағаттай тұрған шығармын ана букетпен далада. Өйткені анам үйде дастарханға дайындайтын заттарда, кухняда шайды дайындап жүрген болатын. Анам жарты сағат емес, енді 20-15 минуттай анам кухняда болды. Ал кухня біздің нағыз жол орта холлда орналасқан болатын. Яғни бөлме есігі ашық тұрды кухняның, олай мен өте алмадым. Сол үшін мен күттім. Анам далаға шығып кеткенін, анам далаға тапчанға барғаннан кейін барып, мен үйге кіруге керек болдым. Үйге кіріп барлығын әкеліп қойдым. Келесі барлықтарыңыз байқаған шығарсыздар, торттағы жазу, яғни паспорт врет, маме 18. Негізінен мамам 49-ға келді. Айта кеткендей, мүшел жаста тойлауға болмайды деп айтып жатады. Сол үшін біз 49 деген санды шамалы былай сырып қойдық та. Әрине, менің өзімнің ойлауымша көп не ойландым, сол үшін қалай жасауға болады деп менің фантазияммен осылай 18 дегенді алдық. Яғни қыздың жасы әрқашан 18 дегендей, паспорт врет, маме 18 деп жаздырған болатын біз тортқа. Анам тапчанға барлығымыз барды, отырды, содан кейін барып құттықтадым. Ал құттықтағанның қалай болғанын көргілеріңіз келсе, онда қараңыздар. Бүгін сенің күнің, бір жылда бір келетін.
видео ұнаған болатын болса, онда міндетті түрде лайк басыңыз. Комментарий қазіргі уақытта жабықтыр. Егер ашылған болса, міндетті түрде ашылғаны туралы маған ескерте кетсеңіздер, және де менің каналыма тіркеліп колокольчикті басыңыз, яғни менің видеоларымды алғаш болып көргілеріңіз келсе, онда колокольчикті қойыңыздар.